Құрметті көрермендер, жақындарым. Сіз ешқашан біреудің үйіне кіріп, ерекше бір сезімді бастан өткердіңіз бе? Бәрі өз орнында тұрғандай, айналада тыныштық орнап, түсініксіз, тіпті сиқырлы әсер қалдырады. Раковинада жиналған ыдыс жоқ, орындықта тасталған киім жоқ, үстелде шашылған қағаздар жоқ. Тек тазалық пен реттілік. Осындай сәтте ойыңызға бір сұрақ келеді. Бұл адам мұның бәріне қалай үлгереді? Оның уақыты көп пе? Әлде тәртібі ерекше мықты ма? Шындық мынада, жақындарым. Мәселе уақыттың көптігінде де тазалыққа деген махаббатта да емес. Бұл ойлау жүйесінде. Мұндай адамдар өмірін басқарады. Ал мұның сырын түсіну сіздің жеке кеңістігіңізді ғана емес, бүкіл өміріңізді өзгертуі мүмкін. Ғалымдар күнделікті үйін таза ұстайтын адамдардың жай ғана ұйымшыл емес екенін анықтаған. Олардың миы мен психологиясы басқаша жұмыс істейді. Олар тек қонақ келгенде ғана жинамайды. Олар әрдайым тәртіпте өмір сүреді. Бұл әдет қана емес, бұл өмір салты. Енді ойланып көріңіз. Егер сіз ретсіздікте өмір сүрсеңіз, миыңыз үнемі шаршайды. Еденде жатқан шұлық, жуылмаған ыдыс, төселмеген төсек бәрі сіздің санаңызға жүктеме береді. Бұл көзге ұсақ нәрсе болып көрінуі мүмкін, бірақ ми оларды аяқталмаған тапсырмалар ретінде қабылдайды. Мысалы, үстеліңізде үйіліп жатқан қағаздарды елестетіңіз. Сіз оларға назар аудармасаңыз да, миыңыз оларды байқайды. Соның салдарынан сіз өзіңізді шаршаңқы әрі алаңдаулы сезінесіз. Принстон университетінің зерттеуі дәлелдегендей, ретсіздік адамның зейінін төмендетіп, ойлау қабілетін әлсіретеді. Ал енді керісінше жағдайды елестетіңіз. Таза әрі жинақы бөлме. Кеңістік ашық, ауа жеңіл. Сіз өзіңізді тыныш әрі сенімді сезінесіз. Себебі таза орта миға демалуға мүмкіндік береді. Сол себепті күнделікті үйін жинайтын адамдардың ойы анық, көңілі тыныш, шоғырлануы жоғары болады. Бірақ мұның астарында одан да терең құпия бар. Бұл бақылау сезімі. Өмірде сіз бақылай алмайтын нәрселер өте көп. Экономика, ауа райы, жұмыс, адамдардың шешімдері. Бірақ бір нәрсе сіздің қолыңызда, ол сіздің үйіңіз. Төсегіңіздің төселуі, раковинадағы ыдыстың жуылуы, үстелдің тазалығы, мұның бәрі сіздің бақылауыңызда. Әр рет жинаған сайын сіз өзіңізге «Мен бәрін басқара аламын, менің қолымнан келеді, бәрі жақсы болады» деген белгі бересіз. Психологияда бұл ішкі бақылау орны деп аталады. Мұндай адамдар өз өміріне жауапкершілік алады. Олар аз уайымдайды, көбірек әрекет етеді және қиындықтарға төзімді келеді. Мысалы, таңертең төсегіңізді жинаңыз. Бұл небәрі 2 минуттық іс. Бірақ ол сіздің күніңізді жеңіспен бастауға көмектеседі. Бір тапсырманы орындадыңыз. Бұл келесі тапсырманы орындауға шабыт береді. Кішкентай жеңістер үлкен жетістіктерге жетелейді. Жақындарым, сіз де бүгіннен бастап өміріңізді өзгерте аласыз. Үйіңізді ретке келтіру өз өміріңізді ретке келтірудің алғашқы қадамы. Егер сіз өзіңізді тыныш, сенімді және табысты адам ретінде көргіңіз келсе, дәл қазір кішкентай қадам жасаңыз. Орныңыздан тұрып, айналаңызды ретке келтіріңіз. Өз өміріңіздің қожайыны болыңыз. Сіз байқадыңыз ба? Жұмыс үстелін тазарту, төсек төсеу, ыдыстарды үйіліп кетпей тұрып жинау қарапайым ғана әрекеттер сияқты көрінеді. Бірақ шын мәнінде бұл кішкентай қимылдардың психологиялық әсері өте үлкен. Олар сіздің ойыңызды тыныштандырып, өміріңізге тәртіп пен сенімділік әкеледі. Бірақ мен сіздерге одан да терең шындықты айтқым келеді. Бұл тек тазалық туралы емес. Бұл сіздің тұлғаңыз туралы. Үйін күнделікті жинайтын адамдар мұны тек тәртіпті болған үшін немесе ұнатқан үшін істемейді. Олар бұл әрекеттерді қайталай отырып, өз болмысын қалыптастырған. Уақыт өте келе, олар таза өмір сүретін адамға айналды. Ал мінез-құлық сіздің кім екеніңізге айналған кезде, ол күш жұмсауды қажет етпейді. Ол табиғи түрде орындалады. Жақындарым, бір қызық жайт бар. Күннің ішінде ерекше бір уақыт бар. Ол таңертеңгі мезгіл. Нейрологиялық тұрғыдан алғанда, сіз оянған сәтте
миыңыз ең қабылдағыш күйде болады. Таңертең кортизол деңгейі табиғи түрде жоғарылайды. Бұл сіздің зейініңізді арттырып, жаңа әдеттерді қалыптастыруға мүмкіндік береді. Яғни, дәл осы уақытта жасалған әрекеттер сіздің болашағыңызға әсер етеді. Енді елестетіп көріңізші. Таңертең тұрып, ең алдымен төсегіңізді жинадыңыз. Ас үстелін ретке келтірдіңіз. Немесе раковинадағы ыдыстарды жудыңыз. Бұл сіздің күніңізді жеңіспен бастағаныңызды білдіреді. Сіз өзіңізге «мен бастадым, менің қолымнан келеді» деген белгі бересіз. Жақындарым, өміріңізді өзгерту үшін үлкен қадам жасаудың қажеті жоқ. Бір ғана кішкентай әрекет жеткілікті. Бүгіннен бастап төсек жинаңыз. Ертең үстеліңізді реттеңіз. Бір аптадан кейін сіз өзіңізді мүлде басқа адам ретінде сезінесіз. Адмирал Уильям Макрейвен Техас университетіндегі диплом тапсыру салтанатында өте қарапайым, бірақ терең мағыналы сөз айтқан. Егер сіз әлемді өзгерткіңіз келсе, төсегіңізді жинаудан бастаңыз. Бұл жай ғана сөз емес. Бұл өмірлік қағида. Таңертең төсегіңізді жинағанда, сіз күннің алғашқы тапсырмасын орындаған боласыз. Бұл сізге шағын мақтаныш сезімін сыйлайды. Сол сезім сізді келесі тапсырманы орындауға жетелейді. Одан кейін тағы бірін. Осылайша, күннің соңында бір ғана қарапайым әрекет көптеген жетістіктерге айналады. Күнделікті тазалықтың әсері тек жинақы үй ғана емес. Бұл өнімді, табысты және мәнді өмір.